Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын дәмі ерекше наурыз көже дайындаймыз. Бұл менің анам Бибісараның рецебі. Анам жылда осы рецеппен дайындайды, өте дәмді болып шығады. Бізге және біздің отбасымызға қатты ұнайды. Сіздер де міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер. Алдымен бізге осындай сүрленген ет қажет. Сүрленген менде сиырдың жамбас еті және қазы, жылқының қазысы сүрленген. Қазыны осылай кесуді ұмытпаңыздар, әйтпесе қайнаған кезде жарылып кетуі мүмкін. Және осындай сом еттер. Еттің майы мол болғаны дұрыс, сол кезде біздің көжеміз өте дәмді болып шығады. Қазанға біраз мөлшерде су құйып, алдымен сүйегімізді саламыз. Батып тұратындай болу керек. Еттерімізді саламыз. Сүреттің дәмі шығып, көжеміз өте дәмді болады. Сондықтан сүреттен жасағандарыңыз дұрыс. Қазыны саларда міндетті түрде тесуді ұмытпаңыздар, әйтпесе қайнағанда жарылып кетеді. Бетін жауып, қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Мінекей біздің етіміз қайнады. Көбігін алуды ұмытпаңыздар, бұл өте маңызды. Көбігін осылай аламыз. Көбігін алып, астын жай отқа қоямыз. Орташа отта қайнағаны дұрыс. Көбігін толық алғаннан соң сорпамызды екіге бөліп, кішірек қазанға сорпаны және ішіндегі сом еттерді турап саламыз. Бізге басқа да дәнді дақылдарды салуға ыңғайлы болу үшін. Енді біз осындай фасольдің және маштың үстіне қайнаған су құйып, 15 минутқа бетін жауып тұндырып қойып қоямыз. Неге кішірек қазанымызға салып алдық, оған біз біраз сәбіз, пияз бір бас, фасоліміздің суын төгіп жуып саламыз. Машты да солай жуып саламыз. Астын жай отта қойып пісіреміз. Бізге осындай бидай жармасы қажет болады. Бидай жармасын жуып, тазалап, қазаныңыздың мөлшеріне қарай салыңыз. Және астын жай отта қойып қайнатамыз. Менде 1,5 сағат көлемінде қайнады. Енді үстіне 2 стакан сүт құйдым. Сүт құйып, жақсылап араластырып, 10 минут тағы қайнатамыз. Дәмін, тұзын көреміз. Менде бәрі өте дәмді болды. Астын қозғауды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Сүйегіміз де, қазымыз да өте дәмді болып пісіп шықты. Кесіп, үстіне етті, қазыны қойып шықсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Осы рецеппен міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің